жаңа микрофон, шымылдықты осы күйінде қалдырдық. Неге деп ойлаймыз? Бізде жаңа үміткер. Бүгін үміткерлер жауған күн. Келесі үміткер кімді таңдап келді деп ойлайсыздар? Мен ойлаймын, ақтөбелік менің інімді таңдап келді деп ойлаймын. Красавчик. Бәлкім. Жазира, қалай ойлайсың? Кімге келді үміткер? Жазира, микрофон алғанша айта салайын. Негізі, ой қойшы. Шынымен де Самғатты таңдап келген сияқты үміткер. Қатты қуанатын едім, Самғат таңдап келсе. Ал мен Күмісайға келеді деп ойлаймын. Венера ханым, бағанан бері микрофон алып отырмын ғой мен. Айта қойшы Мейірбек. Негізі мен өзімнің жолымды барлығына не істеймін, тілеймін, жалпы үміткер келсін, бақытты болып кеттіңдер. Жалпы менің ойымша Шұғыла ханымға келген сияқты нағыз мұқтаж жанға. Бәлкім Шұғылаға келді. Негізі өзі айта кетсінші, үміткер күте ме, күтпей ме өйткені. Жоқ, күнде Шұғыла дейді, Шұғылаға келмейді. Мен қызғанам Шұғыланы. Помощница. Үміткерімді өте күтемін. Бірге тамашалайық, бірге көрейік, экранға назар аударыңыздар. Өте әдемі ару келді. Өтірікші, шынайы. Өтірікші, шынайы. Егер де сіздің жасырғаныңыз жоқ болса, мен таңдап келіңіз. Самғат, көңіл күйің қалай? Көңіл күй жақсы, керемет. Қайырлы күн. Жазира күшті сезеді екен, кімге үміткер келетінін бірден айтып отыр. Енді кеше айтылғымен барлығы тоқтаған еді, бірден бүгін үміткер келді. Таң қалып тұрмын, өте қатты. Талаптарыңды айтып өтсең? Еске түсіріп? Еске түсірсек, бұрын күйеуге шықпаған, тұрмыс құрмаған, балалары жоқ. Орамалдағы қызды күтпеймін жалпы. Күтпейсің? Ал шымылдықты ашасың ба? Ашамыз, Орамалды қыз болатын болса? Ашамыз, танысамыз, бірақ енді кешегі танысықтан кейін енді барлығы түсінікті деп ойлаймын. Кеше эфирде байқадың ба, сен орамалды қызды қабылдамайым дегеннен кейін бірден Ділбардың сторисінен байқайтын болсақ, бәлкім бұл соңғы видеом шығар орамалдағы деп салған еді. Ол маған қатысы жоқ деп ойлаймын. Неге? Білмеймін, ол маған қатысы жоқ деп ойлаймын ондай. Мен де солай ойлаймын, саған қатысы жоқ деп. Негізінде... Жарайды, онда талқылайық, кімге қатысты болуы мүмкін? Жоқ, шынымен де Венера ханым, ол орамалды мен біреу үшін шешпеймін, жай ғана өзім үшін ойланып жүрмін. Ділбар сені вообще алдағы уақытта көре жатармыз. Қазір Самғат маған микрофон бұлай алып өтініш құттықтасам бола ма туған күнмен дейді. Оны микрофонға айтсаң болушы еді, құттықтағың келіп тұр ма? Өзімнің әжемнің бүгін 70 жылдық туған күні отыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Әже, туған күніңіз құтты болсын, жасыңызға тоғай беріңіз. Немере, шөбере біздердің қызығымызды көріп, ұзақ жүзге келдіңіз. Бұйырса, шын жүректен құттықтаймыз. Бәлкім, дәл бүгін әжеңіздің туған күнінде болашақ келіні келіп отыр ма? Оны бірге көрейік. Келіңіз. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма, есімім Аяулым. Танысайық. Аяулым, жасыңыз? Жасым 18-де, ертең 19-ға толамын. Ертең? Иә. Керемет, өзіңіз туралы айтып берсеңіз. Өзім жайлы кішігірім айта кетейін. Жалпы шығыстың қызымын, Руым Найман. Осы жақта ата-анаммен тұрамын. Үйімізде 3 қыз, мен ортаншысымын. Самғат, ертең туған күнім дейді. Сенің әжеңнің туған күні бүгін. Аяулымдікі ертең, бұйырса. Ертең 19-ға толам дедіңіз, Қазіргі таңда немен айналысыз? Қазіргі уақытта бір определенный бір әлемен айналысам деп айта алмаймын. Қазір боспын, және де сырттай оқимын. Сырттай оқимын. Боспын деген қалай сол кезде? Не істейсіз? Күнделікті күнтізбеңізді айтып беріңізші. Азында тұрасыз.
таңертең тұрам. Жалпы бос уақытымда айта кетейін, өзіме көңіл бөлген жақсы көремін. Өзімді андай қалай айтсам болады, басқа қырлардан көргім келеді, мысалы йога деген сияқты ғой. Осы жақында бір биге барым келіп жүр. Сырт келбетіңізге, дене бітіміңізге ерекше назар аударасыз ғой. Иә. Ата анаңыз біледі ме самғатқа келгеніңізді? Иә, біледі. Негізі бірінші келген күні мамам көрген болатын. Сол кезде айтқан болатын, білен баланың жүзі жылы екен деп. Анаңыздың өзі кеңес берді ме сізге келуге? Сосын мама айтқаннан кейін өзіме де былай қарадым да, қайсы деп. Одан кейін оның алдында мына жақта қатысушыға келіпті, мен ол кезде көрмедім. Потом мама айтқаннан кейін, мына бала әдемі екен деп көргеннен кейін қарадым да, одан кейін солай келуге бел будым. Керемет, бұл үлкен көрсеткіш. Мамасының өзі кеңес беріп отыр. Самғат, сөз кезегі өзіңде, таныстығыңды бастай ғой. Айолым, да? Айолым, қош келдіңіз. Мені таңдап келгеніңізге рахмет. Жалпы осындай сұрақ қойым келіп тұр. Болашақта ата енемен тұруға қалай қарайсыз? Жалпы мен өзім талабым бар. Негізінде мен ата енеммен тұруды жөн көрмеймін. Негізі білмедім, әр адамның өз талабы бар ғой, енді Венера ханым. Қалай айтсам болады, жаңа өмір деген сияқты ата енемен тұрғаннан көрі, негізі екі жас өзі бөлек тұрған дұрыс сияқты, себебі артық конфликт болмайды, артық әңгіме болмайды деп ойлаймын. Мен ойламаймын, бірге тұрғаннан бір конфликт шығады деп. Жалпы менің Самғаттың қойған сұрағы Самғатқа бірден ұнамаған секілді. Аяулым айтады, ата енемен тұруға дайын емеспін. Мәселе ме? Самғат үшін барлығы жарнамадан кейін. Ортада жаңа таныстық, Самғат пен Аяулым. Ата-анамен тұруға қарсымын деген жауабы Самғатқа ұнады ма? Осы жайында айтып кетейін. Негізі мен жалпы көп қыздарды білмеймін, түсінбеймін деп айтайын ба, білмеймін жалпы. Негізі ата-анамен тұрған негізі рахат қой. Мен жалпы өзімнің болашақ келіншегімді ойлаймын да, былай елестетемін. Менің мамаммен қосылып, маған ұрса, ол өте күшті нәрсе да. Мен олардың ортасында қалып қоймасам екен деген сияқты бір арман бар бір жағынан. Чтобы екеуі подружка болып, бір жақсы бір әңгімелесіп сөйтіп жүрсе, ол мен үшін өте күшті бір. В душе спокойно болады ол нәрсе мен үшін. Осы жайлы пікірімді айта кетсем, ата-анамен тұру жайлы. Негізі басында мен де ойлайтынмын, ата-анамен тұру қиын деп. Бірақ кейін уақыт өте келе түсіндім да, жоқ, ата-анамен тұрған дұрыс екен, көп адамдар айтты маған, осындай плюстары бар деген сияқты. Және де тоқтай тұршы Айсыжан. Және де кім бүгін ғана жаңа ғана әжесінің туған күнімен құттықтады ғой енді Самғат. Сол әжесі осыны естіп отырып қазір көңіл күйі түсіп кетті ма деп ойлаймын да мен. Ата-анамен тұрмаймын дегенді естіп. Мен жауап бере кетейін. Тем более Самғат жалғыз баласы емес па үйдің де? Иә, білемін, бірақ қалай айтсам болады. Мен негізі ата-анамен тұруға қиынсынбаймын, себебі өзімде былай айтқанда жалпы ауылдың тірлігіне де, былай кеңдік міндетке де былай айтқанда дайынмын. Қазір 100% айта аламын, дайынмын деп. Сол себепті де қиынсынбаймын, бірақ келін болып түскен кезде 1 жыл болып тұруға болады, одан кейін бөлек шығу керек мен ойымша. Себебі мен кеше енді Самғат хиджабта қызбен танысып тоқтатты ғой. Енді ата-анасы современный деп жатыр. Менің де ата-анам современный. Енді современный болғаннан кейін как-никак менің таңдауыма қарсы шықпайтын шығар деген оймен бір жағынан келіп отырмын. Мен осы жерде айта кетсем және де бірақ Самғат үйдің жалғыз баласы, сонда Самғаттың ата-анасын қартайған кезінде қайда тастайсыңдар? Жалғыз өзін тастайсыңдар ма? Біз ондай артық әңгіме керек емес. Біз тастау деген әңгіме болып жатырған жоқ бұл жерде. Бұл жерде мынандай әңгіме болып жатыр. Мен 1 жыл тұрамын, келіндік міндетімді атқарамын, одан кейін бөлек шығуға мүмкін қайдан білесіз, ол кезде оның ата-анасы бізді бөлек шығаратын шығар. Бөлек тұрыңдар деп, ол кезде білмейсіз ғой, ол уақыт еншісінде. Жоқ, және де айтып жатыр ғой, хиджабтағы қыздар қазір айтып жатсың да, мен заманауимын, хиджабтағы қыздарды қаламайды, олар заманауи емес деген сияқты. Хиджаб дегенде бір киім үлгісі деп айтаймын мен, және де ол заманауи емес деген сөз емес. Я ол негізі хиджаб заманауи емес деп айтқан жоқпын негізінде. Аяқ асты сен неғып ата-анамен тұруды қолдап қалдың? Қолдамай отқан ең ғой. Айбектің ата-анасымен тұруға қарсы болып, тұруың келмей отқан едің ғой мына жерде. Енді Самғаттың сөзін естіп, бірден ата-анамен тұруды қолдап қалыпсың ғой.
Жоқ, мен де негізінде басында аяу сияқты қарсы болған ғой. Қазір мен сөздерімнен кейін мүмкін аяуда ата-анамен тұруға келісетін шығар деген сияқты ой. Иә, дұрыс айтасың. Және бұл жерде тек қана Самғатқа жағымпаздану емес қой, бәлкім өзінің енесі көріп отырғаннан кейін солай айтып отырған шығар. Неге барлығын жаман жақтан қабылдайсыңдар? Жоқ, негізі мен жөнінде мысалы әке-шешемен тұру тұрмау деген ол әке-шешені тастау емес біріншіден. Неге жастарға өздерінің бір ойларын айтқызбайды деймін да. Мысалы біз әке-шешені тастамаймыз, барамыз, сыйлықтарын береміз, қал жағдайын сұрап тұрамыз, бірақ та жастар өздері таңдау керек сияқты бірге тұруды, тұрмауды. Мысалы Самғат қаласа, мен де бәлкім қаламайтын шығармын. Соны қайтсам болады. Басқа шешіммен жастар өздері қабылдаса екен деймін да. Өйткені әке-шеше қазір көбісі айтады ғой, біз сендерді тудық, сендер бізді асырауларың керек, осылай істеулерің керек, бізден тұруың керек, үйдің үлкені болсын, кішісі болсын, бізді асырау керек деген сондай позиция дұрыс емес деп ойлаймын. Сол кезде қазір Айсажан, біз ата-анамызға қарыздар емеспіз бе? Жоқ, енді қарыздар емеспіз дегенде біз олар бізді туды, бақты, асырады, бірақ та әркімнің өз өмірі бар ғой, бізде өз өмірімізді сүруге құқығымыз бар деген сияқты айтып отырмын. Мына жерде мен ойымды айта кетейінші, не деген андай ойларың арам пасық адамсыңдар, мен таң қаламын сол нәрсеге. Ата-ана деген ол кішкентай кезінен бастап тәрбиеледі, өсіреді мысалы баланы. Одан кейін мысалы қыз келін болып үйге түсті ма, сол үйге күлінен отымен кіріп күлмен шығу керек сендер. Ойбай біздің өміріміз бар, аналар, мыналар. Ол ата-аналар да осы уақытқа дейін сол ата-енесімен тұрған адамдар. Неге солардың осы уақытқа дейін өсірген, берген нәсілдерін сол кісілерге қайтарып беруге болмайды? Пікірің күшті ғой негізінде, но любая девушка хочет быть домохозяйственной, любая девушка достойна этого, да, жалғыз тұруға. Бірақ мен ойымша сөз бар мынадай, Олжас, тыңдашы. В одном доме не может быть две домохозяйки деген шындық сөз бар. И любая девушка желает быть отдельно ел азаматымен. Өйткені отбасыға түскенде по-любому бір сөздер естиді да, папа жағынан, мама жағынан, қыз ойланып қалады. Не үшін мен мына жерге раб сияқты келдім ба, или өз өмірімді жігітмен түрге келдім ба? Бұл жерде үміткер қызды қолдаймын. Жалпы ата-анамен бөлек тұру деген сөз айта кетейін. Рахмет, Венера ханым, аяулым қош келдіңіз. Келе жатқан туған күніңізбен. Самғат, сенің әжеңді де құттықтаймын бүгін 70 жылдығымен. Көп өмір сүрсін, күшті денсаулық деп тілек айтып кетсең де. Аяулым, жалпы қош келдіңіз. Өтте әдемі қыз екенсіз, жалпы қазақтың бетке ұстар қыз екенсіз. Жалпы сізге бір сұрағым бар да, жаңа айтып кеттіңіз, еш нәрсемен айналыспаймын. Сонда азаннан кешке дейін сонда бетіңізді сылап ұйықтап. Енді сізді білеміз ғой, жалпы бай іздейтін жобалардың амбассадорысыз. Енді жалпы 18 жастасыз енді. Мен апасы болсам, сен атасысың ғой? Иә, рахмет. Сол сізге бір сұрақ айтамын да, жалпы сол тұрғыңыз келмейтіндігіңіздің себебі жалпы қызмет жасағыңыз келмейді, тек қана бет жуудан басқа оған уақыт болмайды. Мен қызмет жасағанымды күнде көрушісің ғой стористардан. Рахмет. Көрдің ба? Жоқ, көрдің ба? Меруерт айтсай, көрдің ба? Қызмет жоқ көрмеген. Мен жауап беріп кетейінші. Көбісі айтып отырсыздар ғой. Современный, несовременный ата-ана деген сияқты Медина да айтып кетті жаңа, ол әр бүткіл мүмкіндікті беру керек, ата-анасы бөлек шығару керек дегендей. Жалпы ол нәрсеге мен ондай қарамаймын, мен бөлек шығып өзім даму керекпін деген сияқты. Менің ішкі тәрбием сондай да, менің ата-анам өсірді ма, жетілдірді ма, мен сол кісілердің бір берген тәлім тәрбиесін мен солай бір келін әкеліп бір ол кісіні мен бір раб ретінде, бір құл ретінде қарамаймын да. Бұл зато біз үйде үшеу боламыз, келінім болса, біз үш баласы боламыз. Мысалы, өзіміздің қызметтеріміз көрсетеміз деймін да. Ал ондай нәрсе жоқ бізде. Менің жалпы өзімнің ұстанымым ата-енемен тұра білу керек. Ал кейбір кезде қыздар уақыт мерзімін беріп отырғаны. Мысалы, 1 жылдың көлемінде келіндік қызметімді атқаруға дайынмын, ары қарай бөлек шықсақ жақсы болушы еді деп қолдайсың ба? Жоқ, ондайды қолдамаймын. Ондай жалпы принцип болса, ол принципін жалпы ұнап жатса қыз. Негізі жастар бір-бірін жақсы көрсе көп нәрседен бас тарта алады деп ойлаймын негізі. Бір-біріне деген сезімдер арасында бір-біріне тәкаппарлық, гордость дейді ғой, сондай нәрсені жақсы көрсе барлығы кетіп қалады деп ойлаймын. Мен айтқым келіп тұр, Венера ханым, бізде көбінесе жастарға айтады, біз сен 18 жасқа дейін өсірдік, сен бізге как будто обязан секілді. Көбі ата-аналар, мен ойлаймын, өздері үшін баланы туады. И оны не обязательно ата-анасын тастауға можно жақсы жұмыс істеп, оларға күшті үй алып беріп, оларға домохозяйка алып беріп, сондай жағынан да көмек көрсетуге болады. Ал егер де қартайған кезде қайтадан көш кетуге болады, ананың қасында, егер де басқа адамға қорықсан қалдыруға. Сол себептен өз жастар өздері даму керек, өздері үйрену керек. Әрдайым мамасы все равно ананы жаса, мынаны жаса деп. Ал ата-анасымен тұрған отбасылар дамымайды ма сол кезде, жоқ әлде қалай? Мен ойлаймын, әрдайым біреуді үйретеді, ол күшті, бірақ та өзі қатемен үйренеді ғой деп ойлаймын.
бір адамның айтқан сөздерін ғана істеп жүреді, ни свобода, ни воля білмеймін. Бір жатқың келсе, ей тұр тамақ жаса, бір нәрсе істен келсе, ей ананы сен не жатырсың, әрдайым қысылысып былай жүретін секілді. Иә, Венера ханым. Негізі адамды ата-анамен бөлек тұрып, дамудан бөлек, негізі адам бала өзі шешім қабылдай білу керек. Негізі 40-50-ге келгенше ата-анасының айтқан қанатының астында жүріп, ата-анасының айтқан тыңдай бергеннен адам өзі шешім қабылдай алмай қалады да, бір нәрсе болса, әйелім мысалы, давай жаным бүйтейік деп күйеуіне айтса, ол анасына қарап тұрады, немесе әкесіне қарап тұрады. Соның мен айтамын, сол кері әсерін тигізетін сияқты. Керісінше бөлек тұрып, өздері шешім қабылдап үйрену керек жастар болғаннан кейін. Ал өзің, Мариям, қалайтын ба едің ата-енемен тұруға? Жоқ. Мариям? Мен айта кетсем болады. Қазір Ақкенже айтасыз. Мариям. Негізі мен алдыңғы эфирде айтып жүрдім, қарсы емеспін бірге тұруға деп, бірақ жаңа шешім қабылдау жағынан бөлек тұрған дұрыс деп ойлаймын. Айта салайыншы, рахмет. Аяулым ғой, қош келдіңіз, өте әдемісіз. Рахмет. Мен түсінбеймін неге ата-анамен тұрғыларыңыз келмейді. Өйткені мен өз басыммен білем, мен ата-енемен тұрған жоқпын. Өте қиын, бала болған кезде, сосын ата-анамен тұрған жанұя, ол жанұяда кішкене тәртіп болады. Сіздер ойлайсыздар, ата-енемен тұрған жағдайда ұрсып қаламыз, тиіседі деп, ол олай емес негізінде. Сондықтан мен Самғатты қолдаймын, ата-анамен тұратын қызды таңдаған дұрыс. Иә, дұрыс айтасыз, сіздің сөзіңізбен келісемін. Және де бұл жерде өзіңіз де былай саралап қарасаңыз, үйдің жалғыз ұлы, енді шынымен де ата-анасы бөлек тұрып, сіздер бөлек тұрмайсыздар ғой, және Самғат саған сұрақ қойғым келіп тұр. Сен үміткер мысалы ата-анамен тұруға қарсымын деп отыр, ал сен принципиально айтып отырсың, ата-анамен тұру керек деп. Осыдан кейін сен үміткерге көзқарасың өзгерді ма, вообще қалай қабылдап отырсың? Венера ханым айтып жалпы айтады ғой, адам жауап берсінші. Мынандай сөз бар да, адам өзгермеймін деген адамның тілін кесер едім дейді да. Негізі жаңа айтып кеткендей, махаббат болған жерде ол жаңа айттым ғой, принциптер барлығы жоқ болып кетеді да. Менің жалпы әулетімде, нағашыларымда жеңгелерім бар өзімнің, каждый енесімен тұрады, өте қатты сыйлайды. Мен мысалы сондай болған қалаймын да. Жоқ, мен сол жерде күшті решение бар да, қазір бұл жерде күшті решение бар. Сенің принципіңде, сіздің принципіңізде. Вот допустим, пример ретінде, мынау мама папа тұратын үй ғой. Осы үйінің қасында просто тағы бір үй аласың да, сосед боласыңдар. Болды, проблема жоқ. Венера ханым, мына жерде мен ойымды айта кетейінші, жалпы мына жерде Самғат, сен негізі шыны керек, өзіңе не керегін білмейсің. Мысалы, қараш, өзің сен орамал таққан қыз керек емес дейсің да, маған заманауи қыз керек дейсің. Ал заманауи қыздар ол ата-анамен бірге тұрмайды, сен соны нақтылап шешіп алуың керек деп ойлаймын. Жоқ, бұл жерде заманауи және орамал вообще екі түрлі нәрсе ол негізі, білесің ба? Түсініп тұрсың ба? Ол нәрсе ондай вообще салыстыруға да келмейді негізі. Венера ханым, мысалы өзің сен үйде нешеусің ол? Жетеусің да? Сен нешесі? Нешесісің? 5-ші. Міне сен 5-шісің, потому что сен бөлек кете аласың да, потому что сенің алдында ағаларың бар шығар. Иә, бар. Міне, ағаларың бар, содан кейін мен жалғыз болғаннан кейін ол мүлдем вообще қарастырылмайды. Потому что болашақта мен ертең әке шеше боламын. Мен қаламаймын мен жалғыз қалып қойғанды, потому что мен немере көргім келеді, мен келін көргім келеді. Ол жағынан, жалпы ата-анамен бірге тұру жағынан, басқа жағынан мен сені 100% қолдаймын, но бірақ жалпы орамалды қыздар мен заманауи қыздар екеуін екі бөліп, мынау бірге тұру керек емес деген сияқты бөлудің керек жоқ деп ойлаймын. Ал мен ойлағаным мына жерде қараңызшы, бірақ та әке-шешеге міндетті деп жатсыз ғой, ешкімге қалып бұл заманда міндетті емес. И және қыз баласын да ойлауға болады да, сен ол отбасыға барасың, сен жігітімен де тұрып көрген жоқсың да, и жігітімен қоса семьясымен тағы да сіңісіп кетуің керек. Ол деген өте қиын нәрсе ғой, сол жағынан да кішкене қарау керек деп ойлаймын. Медина, неге ешкімге міндетті емес дейсің? Қалай ойлайсың, шынымен де міндетті емеспіз бе, Самғат? Жалпы алып келген кезде міндет неден тұрады, ол бір-біріне міндетсіні болып өмір сүрген дұрыс емес деп ойлаймын негізі. Жалпы ол Мединаның сөзі біз қарыздар емеспіз, біз міндетті емеспіз. Жоқ, біз әке-шешеге, олар бізді өздері үшін туды. То же самое, біз балаларымызды өздеріміз үшін туамыз. Біз оларға міндетсіне алмаймыз. Біз сені асырадық, біз сені бүйттік деп. Мен өзім жеке басым ата-анамен тұруға қарсы емеспін. Бірақ егер күйеуім екеуміз дегенше. Айса жаға күшті көрсеттің, иә, байқадық. Болашақта күйеуім екеуміз егер бөлек шығуға ынталанып жатсақ, мен кажется, әке-шеше де қарсы болмау керек ол дүниеге. Мен Мединаға толықтай келісе алмаймын, себебі қараш, мен мысалға үйде 4 қана қыз. Егер мен жігіт болсам, мен мысалы ата-анамен тұратын қыз іздейтінмін. Ал ата-анамен тұрмаймын деген қыздан басымды ала қашатын едім.
Самғатын мысалы қолдап отырмын, жалғыз бала ол ата-анасы қаққа тастап кетеді мысалға, ертең өседі, балалар не үшін туады мысалға, если келін алып өздері қартайған кезде солай көмектеспейтін болса, қолдар ұзартпайды, келінді алу әрқайсысына ата-ана күтіп отырады, сонда қолдар ұзататын ата-ана. Мен үміткермен толықтай келісемін, себебі жігіттердің өмірі өзгермей төленген соң тура дәл қалыпта жүр. Бірақ та қыздар новый өмірге келеді, оларға кішкене қиындау болды. И қазір мен ойлаймын, көбінесе келіндер өз енелерін жеп көреді. Просто күйеуін жақсы көргенсін, просто үндемей жүре береді. Сол себептен лучше бөлек тұрған дұрыс деп ойлаймын. Ал қалай ойлайсыздар? Кейбір кезде қыздар жақсы көріну мақсатында ата-енемен тұруға дайынмын деген сөздерді айтуы мүмкін бе, Күмісай? Иә, негізі ондайда сөздер болады. Енді мен қазіргі өзіңізде байқасаңыздар, кейбір қыздардың ойлары шынайы айтылмай отырған секілді. Иә, мына жерде негізі қазіргі заманда енді ата-ененің арқасында болған ғой көп жағдайлар, ажырасып кетулер. Соларды көріп, көп қыздар ата-енемен қиын сияқты болып көреді, қашады негізі. Жауапкершіліктен, білмеймін енді, қорқады көп қыздар. Мына жерде енді мен өз тәжірибемнен көрген дүниелерімнен айтатын болсам, мен көргенмін, бір семьяны ата-анасы сақтап қалды. Наоборот, екеуі ұрсып қалатын, ажырасатын, жастыққа беріліп ажырасатын кезде мен білемін да, сол ата-аналары көмектесіп, отбасын наоборот сақтап қалған. А мен бір отбасыны білемін, наоборот, екі жасты ажыратуға себеп болған ата-енелерді білемін. Содан кейін адамның өзіне байланысты сияқты негізі отбасы болып кету. Ал қазіргі жастар негізі көп қашады. Мен көп жастар қашады ата-енеден, ол дұрыс емес. Досы не дейді екен, Кемеңгер? Жоқ, мен ата-енемен тұруға қарсымын деген қыздар түсінбей отырмын да қазір. Егер де Самғаттың кешеге де жағдай болды ғой. Кеше ол ата-анасымен ақылдасын, міндетті түрде ол ата-анасымен ақылдасады. Ол үйінің жалғыз баласы болғасын, ол үйіне өзінің келін алып келу керек та. Оның ата-анасы Самғаттың келіннің қызметін көру керек, қызығын көру керек деп ойлаймын. Және де сол ата-ананың орнына, қазіргі қыздар айтқым келеді да, сол ата-ананың орнына бірінші өзін қойып көру керек деп ойлаймын. Егер де ол сол жасқа жеткеннен кейін жалғыз өзі қалып қойса, оларға тоже обидно. Мынандай сұрақ қояйыншы, Кемеңгер, Самғат, сендер екеуіңерге мынандай сұрақ қойып көрейінші. Егер де сендер мен әйелің, вот ваша жена и сендердің ата-аналарың ұрысып қалса, сендер кімді қолдайсыңдар? Осы момент, қиын моментта негізінде сендерге көрсетпей, мүмкін ата-аналардан давление қызға болады. Или наоборот, қыздан ата-анаға давление болады. Сол кезде сендер не істейсіңдер? Сендерге таңдау болуы конкретный выбор. Либо ее домой отправить ни с чем, либо ата-аналармен ұрысып шығып кетуге. Соған жеткізбеу үшін жеке шығу керек негізінде. Ол жерде менде таңдау жоқ, үйге жіберу, либо там әкем, шешеме бір қарсы сөйлеу деген. Менде выбор, бір ғана выбор бар. Екеуін татуластыру деген басқа выбор көп. Бірақ сен оны білмейсің ғой, сен білмегенмен по-любому бір әйеліңмен бір жақындасасың, әңгіме айтқан кезде бір ол по-любому бір обидысын айтады саған. Енді реалист болсақ? Мен реалистпін, брат, мен реально серьезно, мен потому что өзім ойымды айтып отырмын. Мен ешқандай фальш ештеңе айтып отырмын жоқ. Мен сол нәрсені қалаймын. Жоқ, қазір олай айта аламыз ғой, Венера ханым, шынымен де мы можем так говорить, да, бірақ на самом деле факт бойынша, статистика бойынша Қазақстанда болып жатқан ажырасқандар отбасылар из-за того, что отбасы мен қыз бен ата-анасы не могут совместиться, бывают разводы, брат. Потому что ол нәрсені еркек шеше алмайды, болды. Еркек бұл жерде еркек, пожалуйста. Еркек өзіне деген ответственностьтен қашады да, болды. Содан кейін кім жаман, келіншек жаман. Ол Мен Самғатқа сұрақ қоя салайыншы. Самғат, сен болашақта не істейсің, чтобы сенің болашақ әйелін сен ата-анамен бірге тұру үшін? Сөйлесеміз, ойын өзгертем. Мен өз көзіммен көріп жүрген жанұя мысалдарын айтайыншы. Мысалы, менің сіңілім өте жасай, сіздің жасыңызда тұрмыс құрды. Сол кезде үй шаруасынан онша білмейтін. Бірақ енесі қазақи салт дәстүрді, үйдің жұмыстарын, барлығын, мысалы, ол бір жылдан кейін деп отырсыз ғой, бір жылдан кейін босанды, баласын қалай күту керек, қалай өсіру керек, бір жағына шығысып, бір команда болып, жанұя болып, осылай өмір сүріп отыр, мысалы. Ол жаман деген емес, міндетті емес, ол негативті жағынан қабылдаған қисықтау болады. Мысалы, менің ағам, егерде ағам жеңгемді ренжітетін болса, мен ағамды жек қоямын. Өйткені жеңгем басқа жанұядан келіп отыр. Демек, біз жеңгемнің адвокаты болу керекпіз. Біз жеңгемді қорғап алу керекпіз. Ағам ешқайда кетпейді. Керек болса басың жұлып аламын деймін, жеңгемді ренжітпе деймін. Жалпы, мен айта өтейін. Қыздар, сендер не қуып отырсыңдар? Манаржан, қазір.
Самат. Жалпы қолдап кеткім келді де, жалпы басқа семьядан келгеннен кейін ол қыздың ағасы, әкесі болады. Содан кейін күйеуге шығатын кезде ол өзінің еркегінен опора іздейді ғой. Мысалы сен сол нәрсені, ол қыз сол нәрсені күтіп келіп, сен бір ондай нәрсе бере алмасаң, жылулық бере алмасаң, вот сол кезде семья ол ажырап кетеді деп ойлаймын. Жалпы ұрыс айқай шудың. Жоқ, Райымбек, мен айтайыншы, бағанан бері айтқым келіп отыр. Қыздар, не қуып отырсыңдар? Тазасын айтайын. Сендер жаңа Медина айтады да, типа, міндетті емес, анау мынау дейді да, ол сені бала кезіңнен бастап тәрбиелеп өсірді, сен оған ответка беруің керек. Любой нәрсенің ответкасы болады ғой, дұрыс па? Жалпы айтқым келеді, қыздар, сендерді жалпы, жоқ, тыңдаңдаршы до конца. Жалпы қыздар айтқым келеді, ата-анамен тұруға қарсымын, анау мынау дейтін қыздар, ондай қыздарды алмай қойыңдар, жігіттер, тазасын айтайын. Ондай қыздарды алмай қойыңдар. Сендердің қызығушылықтарын көру үшін ата-ана сендерді өсірді ғой, дұрыс па? Сол үшін бала шағаларында өскеннен кейін немере шөбере көргісі келеді ата-анада. Сол үшін онда керек емес қыздар. Бірақ мындай ситуацияда болуы мүмкін да. Мысалы, Самғат сияқты балалар үйінің жалғыз баласы, бір ғана ұл. Анасы оны кішкентай кезінен өсіріп жақсы көріп өсіреді да, ол бала өседі, келінді алып келеді үйге. Келінді алып келген кезде анасы қызғанып бастайды. Мысалы, екеуі бөлек кетіп қалады, там кухняда жүреді келін. Соны көреді да, ұлдарын қызғанып тиісіп бастайды. Не істесе де ұнамайды, ыдыс жуғаны ұнамайды, тағы басқасы ұнамайды. Бірге кетіп қалғанда ұрыс шығарады. Талай көріп жүрміз ондай ситуацияларды. Мысалы, сондай кезде сен Самғат не істейтін едің? Жоқ, мен негізі Мариямның сөзіне қоса кетсем, бола ма, болмайды екен, кешірім сұраймын. Жалпы сондай жағдай болса деп айтып отырсыз ғой, иә. Барлық жалпы бір проблемалардың барлығында бір шешімі бар да. Жаңа айтқандай, айтып өткендегідей бір сөйлесіп, бұл проблеманы айқай шумен негізі шешкен дұрыс емес, вообще шешілмейді ол нәрсе. Лучше отырып, кімнің реніші бар, кімнің қандай несі бар, соның бәрін сөйлесіп білген дұрыс деп ойлаймын. Мына жақта Медина жатыр ғой. Сұрағы, Самғат, енді үйдің жалғыз баласысың ғой. Бәлкім тым ерке шығарсың. Жоқ, ерке емес. Өте сондай бір қалай жалғыз балаға енді ерекше назар аударылғандықтан қызғаныш сезімі орын алуы мүмкін бе, және кімнің тарапын болашақта қолдайсың? Жоқ, жалпы мен тарапқа бөліну керек пе? Келін, ене деген нәрсе. Соған байланысты сұрақ қойып отыр ғой. Жоқ, тарапқа бөлінбейді. Мен жалпы айтып отырсыз ғой, ерке шығарсың, мен ерке емеспін үйде. Жоқ, жалпы бірақ өзімнің айтатын ойым бар. Ол кісілер ақылдасады. Мен де ол кісілермен ақылдасам, бірақ ондай қатты бір еркелік көрген, жақсы көреді ғой, бірақ мен әкем бір қатты бір Венера ханым бәрі басында солай. Нәзік мен талон алып кезекке тұрдым. Бәрі басында солай айтады, бірақ та қаншама жігітті көрдік қой. Шалқармында өзім шешем деді, артында мамасы кірісті. Манар жан айтты, бәрін өзім шешеді, артында анасы кірісті. Сендер бәрін осы жерде геройсыңдар, ертең мамаларын шығады, а потом, ой, енді мамама қарсы шыға алмаймын деп отырасың. Жоқ, Нәзік жалпы бес саусақ бірдей емес қой. Манажан кезекке тұрған еді бағана. Негізі Мариям Нәзіктің сөзіне кішкене қосылмаймын да, өйткені шынымен де қазір енелерді бір жауыз, қатыгез қылып көрсетіп жатыр да, мысалы баласын қызғанады, келінге тиіседі, это же не факт, сендер ойларында просто это саналарында сондай қабылдап. Мейірбек, ал бар ма өмірде сондай енді? Осы бағыттан қойық сұрақты. Бар, бірақ енді барлығына осылай топырақ шашып жатыр да, бірақ та енелерді мен олай жауыз қылған қаламаймын, мен енелерді қолдаймын, енелер алға. Венера ханым, это, мен ойымша, конкретная несправедливость. Неге мужик, когда один дома, он должен забрать жену к себе. А если жалғыз қыз болса үйіне, оны ата-аналары не істейді екен? Почему она может неден ата-аналарда үйде болды? Енді қыздың мақсаты кету ғой енді, қызым. Енді Венера ханым, логика, Мейірбек ақылды досымыз сөзді бөлмесең. Если мужчина один, он может себе девушку привести, а если девушка одна, он ее родители. Айсажан, бізді білмеймін, кішкентай кезімізден өсіргеннен бастап айтатын бір нәрсе. Қыз кішкентай күйден бастап айтатын нәрсе менің еститінім. Қонақсың деп, мен шүкір 30 жылдан бері әлде қонақсың. Міндетті емес пе деп қалай басаламыз басқа қыздарға? Допустим, Медина айтып жатқан сөздер онда дұрыс получается, өйткені қыз баласы жалғыз болса, ол по-любому кетеді. Значит, Медина 100% дұрыс айтты. Жоқ, сонда вообще сендер адекватный, біресе айтатын олында бір адекватно, глобально ойландашы, достар, былай бит емес, енді адекватно, глобально ойландашы. Шет жағынан қарауға болады бұл ситуацияны. Мы не знаем, какая семья у мужика, мы не знаем, какая семья у девушки. Шет жағынан қарандаршы, былай өтірік ана бір понятиямен қалай айтады? Жоқ, сонда Мейірбек жаңағы бері микрофонды алып. Жанеля сұңғарып атын өзгертіп келіп едік болған кесе. Жоқ, жалпы аяулымның осыған дейін айтқан сөзі бар еді ғой. Жалпы барлық енелерді титан қылмаса, сен аяулым
титан деп айтатын едің ғой. Жоқ, енді өмірде бар нәрсені айтып отырмын ғой мен. Действительно сондай күн бермейтін, келіндеріне күн бермейтін енелер бар ғой енді өмірде. Қыз сияқты айтып жатсың. Бар ғой. Айта кетсем бола ма, Венера ханым? Бұл жерде аузым бар деп әрқайсың әрқандай нәрсе айтып жатсыңдар ғой бұл жерде. Сендер үйленіп ажырасқан сияқты бір тақырып берсе болды, бәрін ары қарай жалғастырып кетерсің. Лучше Күмісай айтсын, үйленіп ажырасқан адам көрген, білген бізге наоборот үлкен кісі ретінде бізге айтып түсіндірсе. Лучше ма? Күмісай енесі үшін ажырасқан жоқ қой, ол не айтады? Енді менің өміріме келетін болсақ, нақты енем себеп болды деп айтпаймын, бірақ әсерін тигізген сәттер болды. Бірақ мен басқа енелерді көрдім, қандай күшті енелерді. Мысалы үшін Камила ханымның өзі бар, енесімен тұрады, жалғыз ол Әлібек мырза. Бірақ күшті тұрады, сондай күшті енелер де бар. О, не значит, бір-екі жаман енені көріп, барлығы ене жаман деген керек болмайды негізі. Мына жерде кейде бар да, Айсылжан сияқты жігіттер бар, даже жаман енеден де екі ене алатындай адам ғой. Аяулымға сұрақ қойып кетсем болады ма? Аяулым, егер де Самғатты жақсы көріп қалсаңыз, онда ойыңызды өзгертесіз ба? Я негізі махаббат, любой проблеманы, любой жоқ, қарсымын деген нәрселердің барлығын өзгертіп жібереді деп ойлаймын. Болды. Қарсымын деп айтқан қызға, бірақ өзгеруге дайынмын дейді. Сырт келбетін, түрін көруге дайынбыз ба, Самғат? Онда шымылдық ашылсын. Самғат, алғашқы әсеріңмен бөліссең. Өте сұлу қыз екен, өте. Самғат, сөз кезегі өзіңде. Қош келдіңіз. Рахмет. Мені таңдап келгеніңізге рахмет. Енді қатысушылар екеуіне сөйлесуге мүмкіндік берейікші, Самғат? Жалпы жана ата енемен тұруға қарсымын деп айттыңыз да? Сол, мысалы, ашып өтсеңіз, не заттан қорқасыз? Қандай нәрседен қорқасыз? Қорққанда, енді көбісі ойлап жатыр ғой, типа, келіндік өмірден қорқады, түксендік міндетті мен атқара алам деп сенімдімін өзіме. Бірақ та білмедім, өзімнің ойым бойынша енді өз талабым, әр адам тұлға болған өз талабы болады ғой. Бірақ та жаңа отбасы енді өздері бөлек тұрған дұрыс сияқты. Ата-анадан бөлек тұрған дұрыс сияқты мен ойымша. Есе болашақта барлығы жақсы болып, мен сіздің ойыңызды өзгертсем, дайын боласыз ғой да сол нәрсеге? Иә, өзгеруі мүмкін. Иә. Мен жалпы айтқандай жаңағыдай, типа, келіндік нәрсені бір құл ретінде санамаймын. Жалпы бәріміз бірге тұрсақ, бәрі күшті болады деп ойлаймын, негізі бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Жалпы бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақытында жаңа айта кеткендей, өзіме көңіл бөлем. Өзімді басқа қырлардан көргім келеді. Жасап көрмеген нәрселерді жасап көргім келеді. Ән айтып көргенсіз? Жоқ, көрмегем. Бірақ ойымда бар. Білесіз ғой, аяулым, Самғат әндеткенді жақсы көреді, дауысы өте тамаша. Алғашқы кездесулеріңіз қайда өтетінін қазірден бастап біліп отырған сияқты ма? Негізі караокеге көзқарасың қалай, Самғат? Караоке жақсы, мен достарыммен жиі барам. Караоке өте бір өлең айтып, кемеңгер жақсы көреді тоже өлең айтқанды. Кемеңгер? Иә, ол спортсмен өлең айтады еще. Тұтамас деген өлең күшті айтады. Қашан естіп үлгердің, Жанель, кемеңгердің дауысын? Біз таныстық үстінде болған кезде караокеге барған болатынбыз. Сол жерде өлеңді прям күшті айтады екен. Осы жерде өлең айтсай деп айтқанмын өзіне де. Сол себепті өлең айтса негізі күшті болатын еді. Бәріне ұнайды деген ойдамын. Иә, жаңа қырлары байқалып жатыр ғой. Иә, басқа ас үйге
қалайсыз, жақсысыз ба? Иә. Менің ең бір сүйікті жақсы көретін тамағым плов. Иә, соны біліп жүріңіз десең. Пловты дайындап беруге көзқарасың аяулым? Плов жасай алмаймын. Басқа тамақ жасағанда плов жасай алмаймын. Бірақ самғат үшін үйренемін. Өзіңіздің бір арнайы фирменный деп айтамыз ғой, тамағыңыз бар ма? Манты ғой. Манты. Үйдегілер манты жақсы көреді. Жоқ, жалпы жаңағы Жанелдің айтқаны бір ауада қалып кеткен сияқты, Самғат өзіңді көрсетіп бір кішкене ән айтып берші, мен тыңдағым келіп отыр сенің даусыңды. Мен ба кемеңгер? Или кемеңгер айтып бере ма? Екеуіне де мүмкіндік берейік. Давай екеуіне текстті екеуі дуэт. Білмеймін, қандай текст қажет саған? Венера ханым, мен бұл жерде әншілердің конкуренциясын көріп жатырмын. Жоқ, жалпы мен мына жерде айтқым келіп отырғаны, жалпы аяулымның қалай талғамы әлі де өзгермеген сияқты да, себебі бір ән айтатын жігіттерге бір құмарлығы бар сияқты. Неге ондай сұрақ? Сен таңдаған кезде сен ән айтатын білмедің. Бұрынғы арам қатынас сұраса енді? Айтпақшы, бұрынғы ара қатынасыз. Менде серьезный отношение болмаған. Жоқ, біз отношение болған жоқпыз. Самғат түсінбей отырған секілді, аяулым біздің жобамыздың қатысушысы болды. Және Олжас сөз кезек өзінде өзің айтып бер енді, қандай деңгейде болды ара қатынастарыңыз? Жоқ, жалпы негізі аяулым келіп, бір мені таңғы салқынмен ұрлап кеткісі келген, бірақ қол жетпеді deyші. Мен айтам, бізде кішігірім бір таныстық деуге келмейді. Танысып көру болды, но бірақ андай жұптыққа дейінгі бір дамыған бір отношение болған жоқ, сондықтан күшті қыз негізі. Мәселе емес шығар? Мәселе емес, жоқ, ешқандай мәселе емес. Мәселе туытпайды. Жоқ, Самғат, ән не болды, ән? Әнді міндетті түрде келесі ортаға шыққанда айтып беретін болады, жаңалықтармен де бөліседі. Осы сұрақты қойған қазір дәл сәті келіп тұр. Сырласу кафесіне барып, хали тәттілермен шай ішіп, және келесі эфирға әндеріңізді дайындап келсеңіздер, бәлкім аяулымның жаңа қызығушылығын оятуға тырысатын шығарсың. Бәлкім. Үйретесің, бәлкім. Үйретеміз. Демек, сырласу кафесіне шығарып салайық.